Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен ең жұмсақ медовик дайындап үйренеміз. Видеоны қарамас бұрын каналға лайк басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқа мен қант ұнтағын салып, жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды да салып араластырып аламыз. Барлық масалықтардың мөлшерін описанияда қалдырамын. Жақсылап араластырып алдық. Енді массамызға 2 ас қасық бал саламыз. Балымыз міндетті түрде жақсы бал болуы керек. Содан соң 3 ас қасықтай сүт саламыз. Сол бізге жеткілікті. Жақсылап араластырып алғанымыздан соң массамызды водяной баняға қоямыз және массамыз ысып сұйылғанша араластырып тұрамыз. Массамызды үлкенірек ыдысқа құйып алдым. Енді қамырын дайындасақ болады. Алдымен 1 ас қасық чайный сода салып жібердім. Оны жақсылап араластырып алып, аз-аздан ұнымызды салып, қамырыны дайындауға өтеміз. Ұнымыз електен өткізіп алынған, тіпті бірнеше рет өткізіп алсақ та болады. Содан соң аз-аздан салып, венчикпен араластырып, қамыр илейміз. Ұнды осылай бірнеше бөлікке бөліп салдық. Әр салғанымыздан соң жақсылап араластырып жібереміз. Соңында массамыз осылай болады. Қою қаймақ секілді масса болады. Енді бұны жарты немесе 1 сағатқа холодильникке салып қоямыз. Жақсылап қатып алуы үшін. Міне массамыз дайын. Енді оны қолымызбен жайлап алып, бөлектерге бөліп аламыз. Менде 8 бөлек шықты. Енді бұларды ұнмен пергамент қағаздың үстіне қойып, дәл видеодағыдай етіп жайып аламыз. Барлық қамырларымызды осылай жұқа етіп жайып аламыз және 2-3 минутта пеште пісіп шығады. Осылай барлығын қызартырып пісіріп аламыз және де формаға келтіру үшін қалыппен шеттерін кесіп аламыз. Ыстық кезінде кесіп алған ыңғайлы, шеттерін кейін шеліп бетіне себу үшін алып қоямыз. Қоржыларымыздың бәрі дайын, бәріні қызартырып пісіріп, бір формада кесіп алдық.
Енді тортымызды жинауды бастаймыз. Мен арасына заварной кремді істеттім. Заварной кремнің рецептін ссылкасыны описанияда қалдырамын. Негізі медовыйға заварной крем өте қатты үйлеседі. Медовигіміз дайын. Енді жаңағы шетінен қалған қамырларды ұнтақтап, үстіне себіп шығамыз. Содан соң медовикті 3-4 сағатқа холодильникке қоямыз. Одан да көп тұрған сайын жұмсара береді, кремдері сіңіп. Шынында ең жұмсақ медовиктің рецепті осы. Кескеннен соң көп видеоға ала алмадым, бірақ дәмі өте керемет, өте жұмсақ болып шығады. Егер видео пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.